Ауылдар құрамасы қалай? Қызылорда құрамасы. Түрсеке, мен ойлап отырмын. Қанат өзі Қызылордаға келіп, осы Қызылордаға мына жерге жіберген шығар. Қызылорда құрамасы. Қызылорда! 12-ші кіші кубокқа ие болды. Құрметті достар, Қызылорда құрама командасы 12-ші кіші кубокқа ие болды. Барлық толығымен команда ортаға шығып кетті. Әрине, осылай алғашқы КТА ойынның алғашқы бірінші жылында әрине орынға ие болған ол жақсы, ал чемпион болған ол тіпті жақсы, ал жылдың алғашқы үздік актері болған ол мүлдем тіпті жақсы деген келеді. Ғалым Махамбетов, Қуатжан Базарбаев, Дастан Жайнағұл, Құттыбай Сағындықов, Әділбек Сапаров, осы жігіттерде әзірше бір кіші кубоктан бар, бірақ олардың алдында да әр сайыстан үздік болғандар бар, бірақ енді ол командалар сахнада тұрмағаннан кейін, бірақ енді осы 5 жігіт әр командадан бір-бірден, бірақ енді қазір алқасы жоқ, біз басқаға береміз десеңіздер, онда 5 емес, 6-ауы жылдың әр ойынның үздігі болады, бірақ жылдың үздік актері анықталмайды, болмайды. Бірақ қазір енді қазір алқасы қалай шешім қабылдайды, оны қазір білетін боламыз. Сонымен жылдың Бәке, болмайды ол, ма? Қазір мен айтсам ешкім сенбейді. Жылдың үздік актері кім қазір болады екен? Кіші кубокқа кім ие болады? Ержан Жұмағазин атындағы кубоктың иегері. Ол осы 5 жігіттің ішінен. Ғалым Махамбетов. Ғалым Махамбетов жылдың үздік актері. Жылдың үздік актері Ғалым Махамбетов, құрметті достар. Енді ғалымды секс-символ десек толығынан болады секілді. Өйткені КТА ойынның алғашқы үздік актері атанды. Құрметті достар, Ғалым Махамбетов 2017 жылдың Ғалым Махамбетов Қазылар алқасының тұрақты мүшесі болады. Құттықтап қойсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, ардақты ағайындар, ал енді баршаңызды марапаттап жүруге рұқсат етіңіздер. Мен қазір ортаға 3-ші орынды табыс ету үшін актерлар жағынан Нұркен мырза шарды. Нұркен Өтеновке қол соғып қошемет көрсетейік. Жылдың 3-ші орны